Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай ерекше кешкі асты бірге дайындайық, ал бастайық. Ең алдымен жуамыздың сыртын ашып, тазалап жуып, оны турап аламыз. Керекті заттардың барлығы описанияда жазылған, міндетті түрде оқып көріңіздер. Бұл тағам өте оңай әрі жеңіл жасалынады. Міндетті түрде жасайсыздар деген ойдамын. Баршаларыңызға, маған тіркелгендеріңізге көп рахмет. Егер де тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Ал сәбізімізді осылай үкіштен өткізіп аламыз. Пісіретін табамызға сұйық майды қосып, оны қыздырып алып, оның үстіне пиязымыз бен сәбізімізді салып, жақсылап тұрып қуырып аламыз. Ал енді менде бұл жерде қатырылған болгар бұрышы және де қызанақ бар, және де осындай сарымсақты турап салдым. Егер де қатырылған болмаса, кәдімгі сыртын тазалап, жуып, турап қоссаңыздар болады. Осылай жақсылап тұрып қуырып аламыз. Және де осының үстінен сәл су, ыстық қайнаған суды құямыз, және де дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Және де араластырып, бұқтырып қайнатамыз. Ал енді екінші бөліміне кірісейік. Ол үшін пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Және де тартылған етіміздің үстіне қосамыз. Бұл жерде мен сиыр етінен жасалған тартылған етті қолдандым. Және де дәміне қарай тұз бұрышын қосамыз. Егер де қаласаңыздар, сәл сұйық май да қоссаңыздар болады. Және де осыны жақсылап тұрып, қасықтың немесе қолдың көмегімен араластырып аламыз. Ал енді осы массамыздан қолымыздың көмегімен домалатып аламыз. Яғни кішігірім фрикадельке сияқты жасаймыз. Ал енді келесі бөлім осындай. Картоптарды аламыз. Картоптарымыз сәл үлкенірек болғаны жақсы. Оны осындай кескіштің көмегімен 4 бөлікке бөлеміз. Көріп тұрғандарыңыздай қатты жуанда емес, қатты жіңішке емес, осылай етіп турап аламыз. Міндетті түрде осындай кескіштің көмегімен кесіңіздер, сонда өте әдемі болып көрінеді. Бұндай болмаса, қарапайым пышақпен де кесеңіздер болады. Ал енді пісіретін табамызды майлаймыз. Осылай сұйық майдың көмегімен майлап аламыз, және де үстіне тағамдарымызды бір-біртіндеп саламыз. Ең алдымен картопымызды алып, оның үстіне жаңағы фрикаделькемізді салып, екінші картоппен сыртын басамыз. Міне осылай басамыз, бізде осындай әдемі болып шығады. Осылай әрбірімен жасап шығамыз. Енді осының үстіне жаңағы дайындаған соусымызды құямыз. Осылай үстіне әдемілеп тұрып құямыз. Және де осыны пешімізге қысып тұрған 180-200 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Яғни картопымыз бен етіміз толықтай піскенше пісіресіздер. Міне көріп тұрғандарыңыздай жасалу өте оңай әрі тез жасалынады. Дәмі де өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріп, өз жанайыңызды қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Диана. Келесі бөлімдерде, яғни келесі видеоларда кездескенше, менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көп рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.